YouTube арнасын кәсіби деңгейге көтеру жолдары. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Көп адам YouTube арнасын ашады, бірақ кәсіби деңгейге дейін көтере алмайды. Бүгін мен сіздерге арнаны әуесқой деңгейден кәсіби деңгейге жеткізудің жолдарын айтатын боламын. Олай болса бастадық. Бірінші бөлім жабдық пен сапа. Әуелі ең алғаш ашқан кезде, канал ашқан кезде қолыңыздағы смартфон жеткілікті, бірақ кәсіби деңгей үшін жақсы микрофон, жарық және камера. Енді камера міндетті емес, бірақ артық етпейді. Екінші бөлім монтаждың стилі. Кадрларды қысқа қылып қиып алып отыру керек. Музыка мен титр қосу керек. Көрерменді ұстап тұратын динамикалық монтаж жасау керек. Үшінші брендинг. Бір арнаны бір бренд жасау керекпіз. Мысалға логотип, баннер, introduction, интро дейді ғой. Интро мен аутро. Яғни каналыңыздың видеосы қосылған кезде бірінші каналды таныстыратын, логотипті таныстыру және ең соңында видео аяқталған кезде жасалатын видеолардың түрі. Интро мен аутро қолдану. Барлық видеода бір стильді ұстану. Слоган немесе қайталанатын элементтерді көп қолдану керек. Мысалға Мәке блог. Сәлем достар, бұл Мәке блог деген сияқты қолдану керек. Төртінші бөлім контенттің жоспары. Видео тақырыптарын алдын ала жоспарлау керек. Аптасына тұрақты түрде шығарып отыру керек. Және бір бағыттан айнымай видеоларды салып отыру керек. Бесінші бөлім көрерменмен жұмыс. Комментарийларға жауап беру керек. Пікір талас тудыратын сұрақ қою керек ішінде. Қызықтырып көрермендерді. Мысалға осы TikTokта, басқа бір әлеуметтік желілерде көрсеңіздер, видео емес, комментариясы қызық болады ғой. Сол сияқты нәрсені YouTube'та да, Shorts'та да жасау керек. Яғни коммунити посттарын белсенді түрде қолдану керек. Мысалға бір видео салдыңыз, сол видео туралы пост та салып қойыңыз жанына. Бұл сізге жазылған подписчиктердің барлығына жаңалық ретінде шығып отырады, сіздің видеоларыңызды көру үшін. Сонымен қорытындылаймыз. Арнаны кәсіби деңгейге көтерудің кілті сапа, видеоның сапасы, монтаж, бренд, тұрақтылық және көрерменмен жұмыс. Егер осы 5 нәрсеге мән берсеңіз, сіздің арнаңыз әуесқойдан кәсіби деңгейіне өтетін болады. Келесі видеода арнамызды монетизацияға дайындау жолдары туралы тақырыпты қозғайтын боламыз. Олай болса арнаға жазылып алыңыз, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.